Хай, бірнеше күннен кейін мен туған күн болады. И мен 19-ға туламын. Сондықтан видео түсіргім келді осындай далада. Если что, мынау Есіл өзені. Мен скамейкада отырмын. Ең бірінші айтқым келетін өз-өзіңе сену. Яғни бұл жерде 18 жасымда мен түсіндім, что менің ойларым, менің принциптарым, менің өмірге деген көзқарасым, белгілі бір нәрселер туралы өзім ойым, ол басқа адамдармен салыстырған кезде, басқа адамдардың ойларымен салыстырған кезде одан не хуже. То есть менің де ойым имеет место быть. И мен көп негізі әртүрлі ситуациялар болды осы 18 жасымда. Қиын болсын. Мен барған сайын түсіндім, что өз-өзіме сенген сайын мен ол ситуациядан шыға аламын. Және өз-өзіме сенген сайын мен белгілі бір любой ситуациядан шыға алатынымды, либо ол ситуация қиын болса да оны жеңетінімді. Не знаю, сенің өмірінде басқа адамдар бар ма? Особенно универде немесе мектепте кездестіруге болады. Особо дайындалмай-ақ экзаменді өтіп кетеді мысалы. Мен вообще оқымадым дейді. Все-таки экзаменді бітіріп, как бы не хуже сен көп уақыт оқыған адамға, студентке қарама-қарсы олар нормально тапсырып шығады. То есть у них такой принцип, что, во-первых, өздеріне қатты сенеді. Әрине көп факторлар бар, там бағаға қатты қарамайтын шығар деген сияқты, бірақ олар көбінде андай басқа ситуацияларда да тоже сондай қарайтын адамдар болып қатарына жатады. Еще өз-өзіңе сену деген өз-өзіңді жаман, қиын, өзің жаңа настроениең жоқ кезде сен любой ситуацияны өзіңді алып шыға аласың деген сияқты сөз. Өз-өзіңе сену, яғни сен күтіп отпайсың басқа біреу сені келіп жұбатқанын. Әрине жұбатса жақсы ғой, саған қараса, қасында там жұбататын адам болған, бірақ көбінде болмай қалған жағдайда әрине сен ғана өзіңді жақсы, яғни негізі принцип бар вообще психологияда тоже, что неғып көп адамдар отношенияда белгілі бір жаңағы партнермен отношения жаман болады немесе отношения құра алмай жүрген адамдарды көбінде андай принцип, ойлары бар, что мені басқа адам бақытты қылады деген сияқты. И көбінде айтады психологтар, что только сен өзіңді бақытты қыла аласың. И только так сен өз-өзіңді бақытты қыла алатын жағдайға жеткен кезде сен любой ситуациядан шыға алатын, настроениең жоқ кезде өз-өзіңе жаңағы жұбата алатын сондай состояниеға жеткен кезде, бірақ басқа адамдармен жақсы отношения құра аласың деп айтады. Себебі сен уже индивидуальный адамсың, яғни сен басқа адамсыз-ақ өзіңді жақсы сезіне аласың деген сөз любой ситуацияда, өмірде, любой жағдай кезде. Яғни осы 18 жасымда мен түсіндім, что алдыға жылжыдым деп айта аламын, басқа алдыңғы жылдарымда 16-17 жастарымнан гөрі мен өз-өзімді көңіл күйім түскен кезде шығара аламын, көңіл күйімді көтере аламын, былай қиын кездерде не істеу керек екені туралы мен видео шығарған едім. Ол примерно сол жерде де тоже айтып қойдым. Не істегенімді или там не істеуге болатынын, өзім де соларды қолдандым негізі. Окей, келесі мен түсінгенім, бәріміз білеміз, уақыт емдейді дегенді. Мен соны түсіндім осы жасымда. Себебі қиын кездер болды, өте здоровьеге байланысты, өзім жақындарыма байланысты, олардың жаңағы денсаулығына байланысты ситуациялар болды. И бізге қиын, маған қиын болды, айналамдағы адамдарыма, жаңағы туысқандарыма қиын болды сол кезде. И біз одан шықтық. Сол кезде байқайсың, что өмір никогда жақын, енді біз естиміз, жизнь не будет прежней деген сияқты. Енді бақытты бола аламыз ба деген сияқты ойлар келді енді ол жағдайда. Бірақ біз одан шықтық, и біз вообще есімізге қатты алмаймыз. То есть өмір как баяғыдай болды. Яғни жақыным жазылып кетті, и ешкім айналамдағы көбіміз ол туралы еске де түсірмейміз, что сондай жағдайдан өттік деп. Әрине әркім өз-өзінше есіне түсіретін шығар, бірақ көбінде как бұрынғыдайбыз. То есть время лечит. Уақыт өткен сайын жағдайың жақсаратынына мен сенемін. Келесі айтатын бұл жить в настоящем, яғни қазіргі өмірде өмір сүру, бұрынғы уақыт ойламау, особенно менде бар осындай привычка, яғни болашақ туралы өте қатты көп ойлаймын. Одан бөлек жаңағы мансап, мен профессия. Бұл жерде даже андай ғой, жить в отложенной жизнью деген нәрсе бар, что сен, мысалы, менде, скажем так, любой бір кішкентай нәрсе алайық, бір әдемі киім болса, мен қойамын оны. Какой-нибудь белгілі бір стоящий, яғни белгілі бір мероприятие, белгілі бір жаңағы салтанатты кештерге бір жаққа сонда болып қалса, вот сондай кезде киімде қоямын, кейбір киімдер. Мысалы, менде болды обычный брюки. Просто өте қымбат болды, чем басқа брюкилермен алғанда. Мен соны қимай көп кимей жүрдім, мысалы, там универге особо қатты кимей жүрдім. Тек белгілі бір салтанатты кезде болған кезде ғана киіп жүрдім. И сөйтіп уақыт өтіп кетті, 1-2 жыл. Мен кидім оны буквально бірінші рет ақ. 1-2 жылда киім және де жаңармайды, уақыт өткен сайын ол ескіреді. Менде сол брюки болды. Мен жаңағы көктемде кимей жүрдім, себебі кейін мен осы маусымда практика болады универде, вот сондай кезде кием практикаға деп ойлап жүрдім, қойып жүрдім. И практикам уақыт келді, яғни бұл маусым. Жазда дала ыстық. Ондай кезде қара брюки өте ыстық болады. Сөйтіп сол енді
яғни бұл жерде нәтиже керек кезде жить настоящим, қай бар кезде кие аласың сондай кезде, то есть кейін кием, там кейін сатып аламын бірдеңені, либо кейін бір жаққа барам, кейін когда бақытты боламын, кейін когда ақшам көп болады, сондай кезде істеймін деп ойламау керек. Мен өзім түсінгенім бойынша. Соны кейін алам деп қоймай, қазіргі уақытта алған тоже жақсы, себебі вот соны сөйтіп ойымды өзгерткен кезде мен барған сайын бақыт сезіне бастадым өзім, себебі мен қазіргі моментпен сүре бастадым да. Барған сайын бақытты сүре бастайсың, сен қазіргі моментпен істейсің, тілектерді қазіргі моментпен санап жасайсың, а не кейін жасаймын деп. Себебі кейін болмауы да мүмкін, кейін ол заттар болмауы мүмкін, кейін ол желаниең уже қайтып кетіп қалуы мүмкін, ол желаниең болмайды да оны істеуге. Келесімен үйренгенім ол, что сен адам болғандықтан сен бірінде, скорее всего, көп ошибкалар жасайсың. Яғни әрине ошибка жасамауға тырысасың, бірақ адам болғандықтан, скорее всего, сен өмірінде жасайсың. И әрине өте жақсы одан үйрену ошибкаларынан. Бірақ қазірден уже білу, түсіну, сен белгілі бір ситуацияларда, белгілі бір нәрсеге байланысты сен, скорее всего, қателік жіберіп қаласың. Там ренжіткің келмейтін адамды ренжітіп қалуы мүмкін, или немесе сені ренжітпейді ау деген адамның өзі сені ренжітіп қалуы мүмкін. И это нормально, потому что бұл адамның натурасы сондай, что адам идеальный емес, то есть әр ситуацияда адамның жағдайы әртүрлі. И просто қаншалықты сол идеядан айырыласың, яғни мен идеальным болуым керек, мен только жақсы адам боламын, то есть мен никогда ұрыспаймын, мен никогда өзім ашуым көрсетпеймін, там, или мен ешқандай қателіктер жасамаймын дейсің. Тем раньше сен сондай ойдан айырыласың, что мен адаммын, сондықтан мен өмірімде, скорее всего, болады, что мен кішкене қателік жасап қаламын. Это нормально. Вот сондай ойға ауыстырсаң ойыңды, и өзің реально жақсы сезінесің, себебі белгілі бір қысым түседі. You bring me down for all to see, then switch it up and treat me right. You promise sun, but you bring rain. I still love